Қазавтожол алыс жолға шығатындар үшін жағымды жаңалығын жариялады. Сапар қосымшасында ақылы жолдар, жол бойындағы дәмханалар туралы ақпарат жинақталған. Қазақстанда Сапар мобильді қосымшасы іске қосылды. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Тас жолдардағы цифрландыру аясында онлайн және офлайн режимінде навигация мен маршрут құру мүмкіндігін беретін Сапар мобильді қосымшасын іске қосты, деп хабарлады компанияның баспасөз қызметі. Сапар республикалық маңызы бар жолмен жүретіндерге күре жолдарындағы ахуал туралы ақпарат береді. Оның ішінде тас жолдардың ашық жабық екені, айналма жол туралы ақпарат, жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жолдар, ауа райы, ақылы жолдар туралы ақпарат болады. Мобильді қосымшада республикалық маңызы бар жолдардың бойында орналасқан қызмет көрсету нысандары туралы ақпарат жинақталған. Қосымшаны пайдаланушылар жол бойындағы сервис объектілері көрсететін қызметтердің сапасын бағалай алады. Ал республикалық маңызы бар автожолдардағы қауіпсіздікті арттырып, жолаушылармен кері байланысты нығайту мақсатында қосымшада Қазавтожолдың кол орталығы 1403 қысқа номері бойынша және 112 қызметіне хабарласу функциялары бар. Қосымша Play Marketте қолжетімді, жақын арада App Store'да да пайда болады.